Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз зертханалық жұмыс өткіштері тізбекте жалғау. Жұмыстың мақсаты тізбекте жалғау заңдарын тексеру. Құрал жабдықтар: ток көзі, екі резистор, реостат, амперметрлер, вольтметрлер, өткіш сымдар және кілт. Жұмыстың бірінші бөлігінде біз амперметр мен вольтметрдің бөлік құнын анықтауымыз қажет. Әрине, біз өткен сабақта амперметр мен вольтметрдің бөлік құнын анықтауды үйренген едік. Дегенмен бір рет қайталап өтейік. Ең алдымен амперметрдің бөлік құнын анықтайық. Сіздердің алдарыңызда тұрған амперметрдің өлшеу диапазоны екеу. Біріншісі 0,6 ампер, екіншісі 3 ампер. 0,6 амперді қай кезде қолданамыз? Яғни тізбек бөлігіндегі ең үлкен өлшеу тоғымыз, яғни 0,6 амперге тең болса, онда біз мына екі қысқышты қолданамыз. Егер де біздің тізбек бөлігіндегі ток күшінің мәні 0,6 амперден үлкен болатын болса, онда мына тұрған қысқышпен және 3 амперді қолданамыз. Сәйкесінше әрқайсының бөлік құнын табайық. Біріншісі, яғни бізде ток күшіміз максимал 0,6 ампер болғанда. Демек, төменгі бөлікпен жұмыс жасаймыз. Яғни бөлік құнын анықтау үшін ең жақын екі нүктені аламыз және арасындағы бөліктер санына бөлеміз. Яғни мен 0,2 мен 0,4 алам. Төменгі бөлікке қарайсыздар. Демекте бір бөліктің құнын біз Б деп алайық. 0,4 амперден алып тастаймыз 0,2 амперді. Бөлеміз арасында бөліктер саны. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 бөлікке бөлеміз. Сонда 0,4 амперден 0,2-ні алсақ, ол 0,2 ампер бөлеміз 10-ға 0,2 амперге тең болады. Екіншісі, максимал ток күшіміз, яғни 3 ампер болған жағдайда. Бұл жағдайда бөлік құны өзгереді. Яғни бір бөліктің құнын тапқан кезінде біз жоғары бөлікпен жұмыс жасаймыз. Мысалы дейік, мен 3 ампер мен 2 ампердің арасын алайын. Яғни 3 амперден 2 амперді алып тастаймын, бөлемін, арасында бөліктер саны. Біз алдында есептегенде ол 10-ға тең болды, сондықтан да 10-ға бөлеміз. 3-тен 2-ні алсақ, ол 1 ампер, 1-ді 10-ға бөлетін болсақ, ол 0,1 амперге тең болады. Дәл сол сияқты енді вольтметрмен жұмыс жасаймыз. Вольтметрдің де бұл жерде өлшей алатын мүмкіндіктер 3 вольт және 15 вольт. Бірінші жағдайда вольтметрде, яғни 3 вольт болған кезінде. Бұл максимал бірінші жағдайда 3 вольт. Яғни тізбектегі кернеудің мәні 3 вольттен аспайтын жағдайда. Бір бөліктің құнын табу үшін, яғни біз төменгі бөлікпен жұмыс жасаймыз. Қарап отырсаңыздар, максимал бізде 3 вольт. Мен мысалы 2 вольтпен 1 вольттың арасын алайын. Яғни 2 вольттан алып тастайын 1 вольтты, бөлем арасында бөліктер саны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-ға бөлем. Сонда тең болады менде 1 бөлеміз 10-ға 0,1 вольт. Екіншісі, өлшеу диапазоны 15 вольт болған жағдайда бөліктің құны өзгереді. Яғни бір бөліктің құнын тапқан кезімізде ол тең болады. Жоғары бөлікпен жұмыс жасаймыз. Мысалы, 15 пен 10-ның арасын алайық. 15 вольт азайтылған 10 вольт бөлеміз 10-ға. Сонда тең болады бізде 5 вольт, 5-ті 10-ға бөлетін болса 0,5 вольт. Дәл осы жерде атап өткім келеді. Амперметр мен вольтметрдің өлшеу қателіктері бар. Және ол өлшеу қателігі неге тең болады деген сұраққа жауап берейік. Бөлік құнның жартысына тең болады. Бірінші жағдайда біздің абсолют қателікті HA деп алатын болсақ, ол тең болады. Бөлік құнның жартысы, демекте ол 0,1 амперге тең болады. Егер өлшеу диапазонымыз 0,6 амперден аспайтын болса. Екінші жағдайда бөліктің құны бізде 0,1 болатын болса, демек абсолют қателігіміз екінші жағдайда 0,1-ді 2-ге бөлген жағдайда 0,5 ампер болады. Енді вольтметр үшін табайық.
Бұл жағдайда ол тең болады 0,1-ді, яғни 2-ге бөлеміз. Бөліп құның жартысына тең болса 0,5 вольт. Және екінші жағдайда ол тең болады 0,125 вольт. Неғұрлым бөліп құнымыз кішкентай болған сайын, демек абсолют қателігімізде соғұрлым аз болатындығын сіздер байқадыңыздар. Келесі тапсырмамыз электр тізбегін сұлба бойынша жинап, және амперметр мен вольтметрдің көрсеткіштерін жазып алу. Енді сіздерде жоғарғыда атап өткенде бізге реостат қажет еді. Бірақ та мен виртуалды зертханалық жұмысымда, яғни реостат болмағандықтан да, мен кедергілері әртүрлі, 2 түрлі резисторды алам. Және сол бойынша кернеу мен тоқшының мәні өзгеріп отырады. Берілген сұлбаны мен сызып көрейін. Яғни қарап отырсаңыздар, бізде төменгі бөліктен алады, яғни бірінші резистор, екінші резистор. Бұл жерде мұна қарап отырсаңыздар, 2 вольтметр мен амперметр өз ауыстырып алуға болады. Сондықтан да мен виртуалды зертханалық жұмыста бір ғана вольтметр мен амперметр мен жұмыс жасаймын. Бірақ сіздердің егерде сұлбаларыңызды алатын болса, яғни кітаптағы, онда мен келесі түрде сызады екем. Яғни мынау бізде А, келесі амперметріміз бұл А, мына бірінші амперметрді А1, екінші амперметрді А2 деп алам. Келесі жоғарғы бөлігінде менде тоқ көзі, одан кейін кілт. Мен реостатты қолданбаймын дедім. Міне менде осы. Ал енді вольтметрді қоятын болсақ, мына бөлікте бізде В мына. Және сәйкесінше әрі қайсына тиісті өзінің вольтметрін алайын. Мына бізде бірінші вольтметр бұл 1. Және екінші вольтметріміз бізде ол мына жерде орналасады. Бұл В2. Міне осы тізбекті қазір мен сызып шықтым. Міне қазір мен сызған электр тізбегі бойынша, міне енді сызған сұлба бойынша мен электр тізбегін жинақтаймын. Бізге қажетті өткіш сымдар, 2 резистор, яғни кедергілер. Өткіш сымдар арқылы жалғап шығайын. Кілт. Және тұйықтаймыз. Міне бізде тоқ жүріп жатыр. Енді осы берілген тізбектегі амперметр мен вольтметрдің, енді берілген тізбектегі кернеудің және тоқшының мәнін анықтаймын. Енді бірінші резистордағы кернеуді анықтайық. Яғни ол бізде 6,3 вольтке тең болды. Жазып алып отырайық. Екінші бөліктегі кернеуіміз 2,7 вольт. Ток күшінің мәнін қарайық. Бізде тізбекте жалынған, демекте ток күшіміз барлық жерде бірдей болу керек. 0,18 ампер. 0,18 ампер. Және мына бөлікте де бізде 0,18 ампер екен.
кернеудің жалпы мәнін табайық. Яғни ол бізде 9 вольтке тең болды. Келесі, енді мен кедергілерді өзгертем, яғни басқа кедергілерді алам, белгісіз, және соның сондағы ток күші мен кернеудің мәнін анықтаймын. Басқа резисторларды алдым, яғни кедергісі белгісіз, және осы резисторлардың кернеуі мен ток күшін өлшейін. Біріншінікін қарайық. Яғни 7,2 вольт болды. Бірінші резистордан кернеу. Екінші резистордың көрейік. 1,8 вольт. Жалпы кернеуіміз бізде 9 вольт. Келесі, ток күшін анықтайық. 0,18 ампер. Келесі бөлікте дәл солай 0,18 ампер. Жалпы ток күшін қарайтын болсақ, кез келген бөлікте 0,18 амперге тең екендігін байқадық. Енді осы алынған мәліметтерді кестеге толтырайық. Бірінші жағдайда ток күшіміз бізде 0,18 ампер болды. Дәл солай екіншіде 0,18 ампер. Бірінші жағдайдағы кернеуіміз бірінші резисторда 6,3 вольт, екіншінде 2,17 вольт болды. Жалпы кернеуіміз бізде 9 вольт. Келесі жағдайда 0,18, екінші есептеуімізде 0,18, бұл жерде кернеуіміз 7,2 вольт, және екінші резисторда 1,8 вольтке тең болды. Енді жалпы кернеуіміз бізде 9 вольт. Ом заңының формуласы арқылы біз R1 және R2-ні тауып алайық. Бірінші жағдайда және екінші жағдайда. R1 бірінші жағдайда U1 бөлінген I1 формуласы бойынша нешеге тең болады? Ол үшін U1 менде 6,3 вольт бөлемін 0,18 амперге. 6,3-ті 0,18-ге бөлген кезінде тең болады менде 35 ом. Яғни 35 ом деп жазам. R2-ді дәл солай табамыз. R2 тең болады. U2 бізде 2,17 вольт бөлеміз 0,18 амперге. 2,17-ні бөлеміз 0,18-ге. Ол тең болады бізде 15 ом. Яғни 15 омға тең болып тұр. Екінші есептеуді жүргізейік. Яғни бұл кезде R1 тең болады 7,12 вольт бөлінген 0,18 ампер. Тең болады. 7,12-ні бөлеміз 0,18-ге. Ол тең болады екен бізде 40 ом. R2-міз 1,8 вольт бөлінген 0,18 ампер. Сәйкесінше ол тең болады 10 ом. Енді бірінші және екінші есептеудегі жалпы кедергіні табайық. Сонда бірінші жағдайда R жалпымыз тең болады. R1 қосылған R2, яғни 35 ом қосылған 15 ом тең болады екен 50 ом. Екінші жағдайда R жалпымыз тең 40 қосылған 10, 40 ом қосылған 10 ом тең болады. R жалпымыз 50 ом. Ом заңының формуласы арқылы жалпы кедергіні тауып көрейік. Сонда R жалпы тең, бұл жағдайда U жалпы бөлінген I жалпы деп тұр. Демекте 9 вольтты бөлеміз 0,18-ге.
9 вольт бөлінген 0,18 ампер тең болады 50 Ом. Дәл екінші жағдайдағы есептеуде де R жалпымыз тең болады екен. 9 вольт бөлінген 0,18 амперіміз 50 Омға тең болады. Сонда біз жеке-жеке кедергілерді тауып қосқанда да 50 Ом, және жалпы Ом заңының формуласы арқылы тапқанда да жалпымыз 50 Омға тең болды. Енді барлығын кестеге жазып қояйық. 35, 15, 50 және 50 Ом. Екінші жағдайда 40, 10, 50 және 50. Енді барлық өлшем нәтижелерін кестеге жазып болғаннан кейін қорытынды жазайық. Қорытындымыз келесі түрде жазылады. Бүгінгі зертханалық жұмыста тізбек тежалғу заңдарын тексердік. Нәтижесінде амперметр мен вольтметрдің көмегімен алынған өлшеулер арқылы есептелген жалпы кедергі Ом заңының көмегімен жеке-жеке анықталған кедергілердің қосындысына тең болды. Қателік болмау үшін біз тәжірибені неше рет орындадық? Әрине 2 рет орындадық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.